Бұл ақша кімдерге түсуі мүмкін? 138 мың теңгені кімдер алады? Мемлекет не үшін сыйақы беруі мүмкін? Ол барлығына тиесілі ме? Тақырып қызықтырса, видеоны қарап шығыңыз. 2023 жылдың қорытындысы бойынша өз тұрғын үйіне ақша жинап жүрген қазақстандықтарға жалпы мөлшері 81,9 миллиард теңге аударылды. 1.990.790 қазақстандық отбасы банкіндегі жинақ шоттарына мемлекеттік сыйлықақы алды. Отбасы банкінің клиенттері өткен демалыс күндері өздерінің жинақ шоттарына қаражат түсіп қуанып жүр. Бұл мемлекеттік сыйақы. Әрине, пәтер жалдап өзгенің қалтасын қомпайтқаннан гөрі өз үйіңе ақша құйған әлдеқайда тиімді емес пе? Әрі ақша құйғаның үшін мемлекеттен сыйақы алып отырсаң жақсы емес пе? Бұл ретте отбасы банкінің әрбір 4-ші салымшысы 138 мың теңге мөлшерінде ең жоғарғы сыйақы алады. Мемлекеттің 20% мөлшеріндегі сыйлықақысы 200 айлық есептік көрсеткіштен аспайтын жинақ сомасына есептеледі. 2023 жылы бір айлық есептік көрсеткіш 3.450 мың теңгеге тең болды. Бұл сыйлықақы алуға жарамды ең жоғарғы сома 690 мың теңгені құрағанын білдіреді. Заңға сәйкес сыйлықақы төлеуді мемлекет қамтамасыз етеді. Осылайша ол өз азаматтарына тезірек ақша жинап, қолжетімді шарттармен баспана алуға мәселесін шешуге септігін тигізеді. Бұл өте тиімді жоба. Балаларға, қарт ата-аналарға, сондай-ақ жақын туыстарға отбасылық пакет аясында депозит ашқан тиімді. Бұл жағдайда ашылған әрбір депозитке мемлекеттік сыйлықақы жеке-жеке аударылады. Ал тұрғын үй заемын алуға қажетті сома жиналғанда шоттарды біріктіріп, баспана сатып алуға болады. Мемлекеттік сыйлықақы бұрын үстіне аталмыш сыйлықақы қосылмаған жинақтарға ғана аударылады. Яғни ағымдағы жылы жинақталған қаражат пен өткен жылы сыйлықақы қосылмаған жинақтардың қалдығы есепке алынады. Егер өткен жылы депозитте жинақталған сома 200 айлық есептік көрсеткіштен асып кетсе, онда сыйлықақысыз қалған айырма сома ағымдағы жылы мемлекеттік сыйлықақыны есептеу үшін ескерілетін болады. Егер бір салымшының банкте бірнеше салымы болса, онда мемлекеттік сыйлықақы олардың біреуіне ғана есептелінеді. Еске сала кетейік, салымшы депозитте 3 жылдан аз уақыт аралығында қаражат жинап, оның шартын мерзімінен бұрын бұзған жағдайда мемлекеттік сыйлықақы бюджетке қайтарылады. 2024 жылдың қорытындысы бойынша ең жоғарғы мемлекеттік сыйлықақы көлемі 147.680 теңгеге тең болады. Оған қол жеткізу үшін отбасы банкіндегі шотқа кемінде 738.400 теңге жинақтау қажет. Ол үшін салымшылар ай сайын өз депозиттерін шамамен 61.500 теңгеге толықтырып отырулары тиіс. Мемлекеттік сыйлықақы мен банк сыйақысын қосқанда отбасы банк депозиттерінің жылдық тиімді сыйақы мөлшерлемесі 14%-ға жетеді.